Ассалаумағалейкум көрермендер, Еламан фильм арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ тіліне аударылған топ 6 тарихи жанрдағы дорамалар туралы айтатын боламыз. Бізде бұл бірінші бөлім, алда басқа да бөлімдері шығады. Бұл дорамалардың кейбірін біздің ВКонтакте тобымыздан көре аласыздар. Видеоны бастамастан бұрын қазақ тілді арнаны қолдап каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоға лайк басуға ұмытпаңыз. Олай болса, видеоны бастайық. Видеомыздың 6-шы орнында жауынгер дорамасы. Көрерменнің назарына 2016 жылы ұсынылған. Көрерменнің 89%-ын ұнаған. Дорама 134 бөлімнен тұрады. Кугурье Сила патшалығы мен Қытайдың таң әулетінің шабуылына ұшырады. Кугурье жерлері басқыншыларға кетті, ал оның халқы олардың қол астында қалды. Жаудың езгісін көтергісі келмей, 698 жылы бұрынғы Кугурье халқы Мальгаль тайпасымен бірігіп, Тэчюэн бастаған халық көтеріліске шықты. Видеомыздың 5-ші орнында Кебек дорамасы. Көрерменнің назарына 2011 жылы ұсынылған. Көрерменнің қанша пайызын ұнағаны белгісіз. Дорама 36 бөлімнен тұрады. Тарихта әрбір кезеңнің және әрбір халықтың ұлы және көрнекті тұлғалары бар. Олардың көпшілігі ержүрек әрі мықты қолбасшылар. Кебек сериалы осындай тұлғалардың бірі туралы баяндайды. Еліне бір емес бірнеше жеңіс әкелген батырларын бүгінде ұрпақтары ардақтайды. Жаңадан күшейген Сила патшалығы мен Пекче патшалығы өз шекаралары үшін үздіксіз және қанды күресі біздің эрамыздың 7-ші ғасырында өтеді. Жас баланың өмірі өз құрдастарының өмірінен іс жүзінде ерекшеленбеді. Бірақ тағдыр жас жауынгерге бірқатар сынақтар дайындап қойды. Қарапайым ұлы әскерді басқаруға жетелеген жарқын оқиғалар тізбегі кез келген көрерменді бей-жай қалдырмайды. Ал бүгінде шешуші шайқаста жеңілсе де, ұлы генералдың есімін көпшілік құрметпен еске алады. Пекченің нағыз символы, ұлы тұлғаның басынан аяғына дейінгі өмірі, мұның бәрін Кебек дорамасынан көресіздер. Сәтті режиссерлік жұмыс, әсерлі шайқастарды көруден ләззат алатыныңыз сөзсіз. Видеомыздың 4-ші орнында Ұлы ханша Сондок дорамасы. Көрерменнің назарына 2009 жылы ұсынылған. Көрерменнің 90%-ын ұнаған. Дорама 62 бөлімнен тұрады. Сила мемлекетінің патшасы Чхонпьон егіз қыз дүниеге әкеледі. Егіз қыз дүниеге әкелу жаманшылықтың белгісі. Патша көтерілістің болуынан қорқып, бір қызын өлтірмей сарайдан туылған бойдан күтушіге беріп қашырып жібереді. Докман басқа елде өседі. Кездейсоқ ол сарайға оралып, оның дүниеге келуі туралы шындықты біледі. Бірақ билік үшін оған күшті және қатал қарсылас Мишельмен күресуге тура келеді. Бұл дорамада жауынгерлік шайқастар өте көп. Сіздерге жауынгерлік өнер ұнаса, бұл дораманы дәл қазір көруді ұсынамын. Топ 3-ке де келіп жеттік. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоға лайк басып, дорама көретін достарымызға таратамыз. Видеомыздың 3-ші орнында Ұлы әмірші Квангето дорамасы. Көрерменнің назарына 2011 жылы ұсынылған. Көрерменнің 91%-ын ұнаған. Дорама 42 бөлімнен тұрады. Оқиға тағдырдың жазуымен 18 жасында мемлекетті басқара бастаған жас жігіт туралы әңгімеден басталады. Ол 12 жасынан бастап тақ мұрагері екенін біліп, халқына нағыз әке болу үшін көп оқуға тырысты. Шынында белгілі бір себептермен ұлы деп аталатын Квангето билігі әлсіз мемлекетті Шығыс Азиядағы ірі күшті державаға айналдырды. Оған солтүстіктің шайтан сарбазы деген және ұлы деген атақ берілді. Ешкім өз елі мен халқы үшін осынау дана көреген билеушіден артық еңбек сіңірген емес. Ол сонымен бірге қарапайым, мейірімді және жанашыр тұлға болып қала береді. Сила, Пекче, Хуйон сияқты ірі елдермен, Мальгаль, Қидан сияқты ірі тайпалармен соғысып, Кугурьені Корей түбегіндегі ең мықты елге айналдырды. Квангето өзінің мықты стратег қолбасшы әрі керемет патша екенін осы дорамадан көре аласыздар. Бұл дорамадан ерекше сезім аласыздар. Бұл дораманы өзіңіздің дорамалар тізіміңізге қосып қойыңыздар. Қарауды ұмытпаңыз. Видеомыздың 2-ші орнында Құйынды мекен дорамасы. Көрерменнің назарына 2009 жылы ұсынылған. Көрерменнің 93%-ын ұнаған. Дорама 36 бөлімнен тұрады. Құйынды мекен тарихи драмасы. Кугурьенің бірінші патшасы ұлы Жумоңтың немересі Михаилдың тағдыры туралы баяндайды. Көріп кел, жаңа туған ханзаданың қиын тағдырын болжады. Ол туыстары үшін өлуі керек. Және оның билігі отбасына және халқына тек жаманшылық әкеледі. Патша баланы өлтіруге батылы бармайды, бірақ ол оны сарайдан басқа жерге жібереді. Бұл дорамада Жумоңтың баласы Юридің және немерелерінің Пуйоның Тесо патшасымен қақтығысқа түсіп отырады. Бұл дораманы көрместен бұрын ханзада Жумоң дорамасын қарауға кеңес беремін. Себебі Құйынды мекен Жумоңтың жалғасы. Бұл дорамадан ерекше әсер аласыздар. Қараңыздар.
Ал енді көптен күткен дорама. Видеомыздың бірінші орнында Ханзада Жумонг дорамасы. Көрерменнің назарына 2006 жылы ұсынылған. Көрерменнің 93% ұнаған. Дорама 81 бөлімнен тұрады. Бұл дорама бәрімізге 2010 жылдағы балалық шағымызды еске салады. Көруге тұрарлық. Қазақстандағы көптеген балалардың жүрегінен ойып тұрып орын алған дорама десем артық айтқаным емес. Қанды соғыстың нәтижесінде Чосон патшалығы Қытайдың хан империясынан жеңіліске ұшырайды. Соғыстың нәтижесінде жеңіліске ұшыраған Чосонның халқы құлға айналып, қашып кеткендері бірігіп көтерілісші топ құрады. Солардың бірі Хмсу атты қолбасшы еді. Оның мақсаты бір ғасырдан астам өмір сүретін жаңа күшті патшалық құру. Жумонг патшаның бірінші әйелінен туған ағаларымен таққа таласып өседі. Жумонгтың арманы ғасырдың қолы жетпей кеткен арманын орындау, хан империясындағы құлдыққа кеткен Чосон халқын құтқарып, Чосонның ұлан-ғайыр жерін қайтару, мықты мемлекет құру. Осымен дорамалар аяқталды. Жалғасын күтіңіздер. Сіздермен әдеттегідей Yellow Films каналға тіркеліп қазақ тілді арнаның өсуіне қолдау білдірейік. Видеоға лайк басып, осы дорамалардың қайсысын көрдіңіздер, комментарияға жаза кетіңіз. Және келесіде қандай дорамалар көргілеріңіз келеді, соны да айта кетіңіздер. Және осы видеоны достарымызға тарата отырайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.